Сәлеметсіңдер ме? Бұл видеода біздер молекула құрылысы бар заттар үшін Льюис формуласын құруын үйренеміз. Бірінші, Льюис формуласы не екенін анықтайық. Өткен видеода біз Льюис таңбаларын жазуды үйрендік. Сол видеоны көру үшін жоғарыда шыққан сілтемеге басуыңызға болады. Льюис формуласы молекуладағы электрондардың таралуының құрылымдық бейнесі. Молекуланың электрондық құрылысын нүктелер мен химиялық таңбалар арқылы көрсетуді американдық химик ғалымы Гилберт Льюис ұсынды. Льюис формуласы көптеген молекула құрылыстық қосылыстардағы байланыстардың түзілу табиғатын түсінуге және молекулалардың қасиеттерін болжауға көмектеседі. Сонымен қатар Льюис формуласында атомдардың бір-бірімен өзара байланысуын және атомдағы формальдық зарядтарын көрсетеді. Мысалы, хлор молекуласының Льюис формуласын қарастырайық. Хлор молекуласының сендер екі бейнесін көріп тұрсыңдар. Ең бірінші біздер хлор атомының периодтық жүйедегі орнын табайық. Хлор Юпак ұсынған периодтық жүйенің ұзын вариантында 3-ші периодта 17-ші топта орналасқан. Ядро заряды 17. Ал периодтық жүйенің қысқа вариантында ол 7 атомшада орналасқан. Хлордың валенттік электрон саны 7-ге тең. Өткен видеода біздер коваленттік байланыстың түзілу механизмін қарастырдық. Сонда байланыс түзу үшін жұптаспаған электрондардың жұптасуы нәтижесінде коваленттік байланыс түзілетінін біздер білеміз. Байланыс түзуге қатысатын электрондарды біз валенттік электрондар деп атаймыз. Сонымен хлор атомында 7 валенттік электрондар бар екен. Хлор молекуласының Льюис формуласында біз әр хлор атомының 7 валенттік электрондарын көріп тұрмыз. Олар нүктелермен белгіленген. Жұптармен міне 6 жұптасқан электрондар бар екен міне. Және әр хлор атомының бір-бір жұптаспаған электрондарының көмегімен біздер бір ортақ электрон жұп түзіледі. Ортақ электрон жұп арқылы хлор атомдарының арасында ковалентті полюссіз байланыс түзіледі. Ол ковалентті полюссіз байланысты валенттік сызықшамен немесе ковалентті байланысты осылайша біздер белгілейміз. Бұл электрондарды біздер ортақ электрон жұбы немесе байланыстырушы электрон жұбы деп атаймыз. Байланыстырушы электрон жұбы мұнда бізде біреу, ол 2 электроннан тұрады екен. Сонымен бірге бізде Льюис формуласында бөлінбеген электрондардың жұптары да көрсетілген. Бұл электрондар байланыс түзуде қатыспайды, бірақ ортақ электрон жұптарымен бірге олар октет түзеді. Октет дегеніміз 8 электроннан тұратын химиялық тұрақты күйге сәйкес келетін электрондық қабатты атайды, немесе асыл газдардың конфигурациясына ие болады. Льюис формуласында бізде ортақ электрон жұп түзетін электрондарды көріп тұрмыз, және бөлінбеген электрондар жұптары және электрон октеті. Енді осындай Льюис формулаларын құру ережелерімен танысамыз. Ол үшін біз сутек цианидінен бастайық. Цианидінің формасы HCN. Льюис формуласын құрудың алдында біздер ең бірінші қадамда молекуланың қаңқасын құруымыз керек. Сол қаңқада орталық орынды электр терістігі төмен элемент орналасады. Бірақ есте сақтау керек, сутек және фтор ешқашанда орталық атомдар болуы мүмкін емес. Сондықтан мына молекуланың құрамындағы сутек орталық орын алмайды. Қалған көміртек пен азотты салыстырамыз. Ол үшін олардың периодтық жүйедегі орнын тауып, салыстырмалы электр терістіктің шамасына сүйеніп, қай элементтің электр терістігі төмен екенін анықтап, сол элементтің таңбасын молекуланың қаңқасының ортасына орналастырамыз. Көміртек және азот екінші периодта орналасқан. Көміртек 14-ші топта, азот 15-ші топта. Салыстырмалы электр терістік периодта сол жақтан оң жаққа қарай артады. Сондықтан азоттың электр терістігі көміртекке қарағанда жоғары болып тұр.
Азоттың электр терістігі 3, көміртектігі 2,5. Сондықтан молекуланы қамтылған орталық атом ретінде көміртектің атомын орналастырамыз. Екінші қадам. Молекуладағы әрбір атомның октет ережесіне сай жалпы электрон санын m есептейміз. Сутектен басқа әрбір атомға 8 валентті электрон қажет. Сутекке 2 валентті электрон қажет екен. Сутекке 2 электрон қажет, октет ережесіне сәйкес, көміртекке 8, азотқа 8. Сонымен 18 электрон қажет екен. Үшінші қадамда біздер молекула түзілуіне қатысатын әрбір атомның валенттік электрон санын А есептейміз. Егер полиатомды ион берілсе, А санына кері заряд үшін А зарядқа электронды қосамыз, оң заряд үшін А зарядқа электронды алып тастаймыз. Валенттік электрондарды анықтау үшін біздер әр элементтің периодтық жүйедегі орнына сүйенеміз. Сутек ол бірінші топта орналасады, оның ядро заряды 1, сондықтан оның валенттік электрон саны да 1 болады. Көміртек 14-ші топта орналасады, сондықтан валенттік электрон саны 4. Көміртекте 4 валенттік электроны бар екен. Келесі бізде азот. Азот 15-ші топта, валенттік электрон саны 5. Азотта 5 валенттік электроны бар екен. Сонымен жалпы валенттік электрон саны 10 электрон. Келесі қадамда молекуладағы байланыстырушы электрон санын есептеу қажет. S деген әріппен белгілейміз. Ол үшін байланыстырушы электрон саны ол жалпы электрон саны мен валенттік электрон санын айырмасын табамыз. Байланыстырушы электрондардың байланыс сызығы арқылы көрсетеміз. Бір сызық, бір байланыс, және ол 2 ортақ электронға сәйкес келеді. Жалпы электрон саны 18, валенттік электрон саны 10. Байланыстырушы электрон саны табу үшін 18 электроннан 10 электронды аламыз, сонда бізде 8 электрон. Бір байланыс үшін 2 электрон қажет. Бізде 8 электрон, сондықтан 8 электроннан бізде 4 байланыстар пайда болады. Енді сол байланыстарды біздер орналастыруымыз қажет. Сутек пен көміртектің арасында бір ғана байланыс түзейді, ол байланыс 2 электроннан тұрады. Сондықтан одан артық көміртекте электрондар байланысқа қатыспайды. Қалған байланыс ол көміртек пен азоттың арасында орналастырамыз. Келесі қадам 5-ші молекула түзілуіне қатысатын атомдардың валенттік электрондардың қалған санын бөлінбеген электрон жұптары ретінде октет ережесіне сай орналастырамыз. Енді байланыста түсінбеген электрондарды табу үшін, бөлінбеген электрон санын табу үшін біздер валенттік электрондар мен байланыстырушы электрондардың айырмасын табамыз, 2 электрон. Енді осы 2 электронды біздер октет ережесі бойынша қай элементтің таңбасының қасына орналастырамыз, соны біз анықтауымыз қажет. Сутек көміртекпен бір ғана байланыс түсіп тұр, ол 2 электрон. Көміртек ол 4 байланыспен, сутекпен және азотпен байланысып тұр, 8 электрон. Оның валенттік қабаты, сыртқы қабаты 8 электронға толып тұр екен. Тұрақты. Ал енді азотты қарасақ, азотта 3 қана байланыс, 3 байланыс. Ол 6 электрон. Октет ережесіне сәйкес болу үшін тағы да 2 электрон жетіспейді. Сондықтан мұны бөлінбеген электрондар бізде 2, ол азоттың электроны екен. Оны біз нүкте көмегімен орналастырамыз. Келесі соңғы қадам молекуладағы әрбір атомның формальды зарядын анықтауымыз қажет. Ол үшін біздер ең бірінші формальды зарядқа анықтама берейік. Формальды заряд деп молекулада атомдар арасындағы электрондар бірдей бөлінген жағдайдағы атомда қойылатын зарядты атаймыз. Бұл үшін атомдардың салыстырмалы электр терістігін ескерілмейді. Формальдық заряд әсіресе болашақта біз қарастыратын резонанстық құрылымы көрсеткенде және органикалық химияда өте қолайлы болады. Формальдық зарядты есептеу үшін атомның валенттік электрон санынан, байланыстар санын және бөлінбеген электрон санын азайтамыз. Сутекте валенттік электрон саны 1, байланысымыз 1, бөлінбеген электрондар жоқ. Сондықтан формальды заряд 0-ге тең екен. Келесі
Көміртекті алсақ, көміртекте валенттік электрон саны 4, байланыстарымыз 4, бөлінбеген электрондар жоқ, сондықтан формальдық зарядта 0-ге тең болып тұр. Азот. Азотта 5 валенттік электроны бар екен. Азот 3 байланыс түзіп тұр, және оның 2 бөлінбеген электроны бар екен. Сонымен азоттың формальдық заряды 0-ге тең. Келесі фосфор үш хлоридінің Льюис формуласын құрастырайық. Ең бірінші біз молекуланың қаңқасын құрамыз. Бұл зат 2 ғана элементтен тұрады, сутек және фтор мұнда жоқ, сондықтан фосфор мен хлордың периодтық жүйедегі орнын анықтап, қайсының электр терістігі төмен екенін анықтайық. Фосфор 15-ші топта орналасады, хлор 17-ші топта орналасады. Екеуі де 3-ші периодта орналасады. 3-ші периодта сол жақтан оң жаққа қарай электр терістіктің шамасы артады, сондықтан хлордың электр терістігі жоғары фосфорға қарағанда. Сондықтан молекуланың қаңқасында ортасына біз фосфорды орналастырамыз. Фосфордың электр терістігі 2-де 1, хлордікі 3. Фосфор ортасына орналасады, хлор атомы айналасына. Келесі екінші қадам, молекуладағы әрбір атомның октет ережесіне сай жалпы электрон санын есептейміз. Мұнда бізде сутек жоқ, сондықтан фосфор октет ережесіне сай 8 электрон болу керек, хлорда да 8. Мұнда хлор атомы 3 болғандықтан 3-ті 8-ге көбейткенде 24, 24-ті 8-ге қосқанда 32 электрондар қажет екен. Келесі қадамда біз валенттік электрон санын есептейміз. Ол үшін әр элементтің периодтық жүйедегі орнын табып, қай топта орналасқанын анықтаймыз. Фосфор 15-ші топта орналасады, немесе периодтық жүйенің қысқа вариантында 5А топшада валенттік электрон саны 5. Фосфордың 5 валенттік электроны бар екен. Енді хлор 7А топшада орналасады. Периодтық жүйенің ұзын вариантында 17-ші топта орналасады, оның 7 валенттік электроны бар екен. Мұнда хлор атомы 3, сонда 3-ті 7-ге көбейткенде 21 электрон. Фосфордың 5 валенттік электрон қосқан кезде бізде валенттік электрон саны 26 электрондар. Келесі қадам, байланыстырушы электрон санын есептеуіміз керек. Ол үшін біз жалпы электрон саны мен валенттік электрон санын айырмасын есептейміз. Жалпы электрон саны 32, валенттік электрон саны бізде 26, сонда байланыстырушы электрон саны 6 болады. Сонда байланыстар саны 6-ны 2-ге бөлгенде 3 болады. Сонымен фосфор мен хлордың арасында 3 байланысты орналастырамыз. Келесі 5-ші қадам бойынша біздер бөлінбеген электрон санын есептеуіміз қажет. Бөлінбеген электрон санын табу үшін біз валенттік электрон саны мен байланыстырушы электрон санының арасында айырмасын табамыз. Ол 20 электрон. 20 электрон олар мына байланыс түрде қатыспайтын электрондар. Фосфор мен хлордың арасында біздер көріп тұрмыз бір валенттік сызықша. Сонымен бізде мұнда бір ортақ электрон жұбы, немесе 2 электрон. Хлорда 6 электрон. Октет ережесіне сай әр хлор атомында біздер 6 электроннан орналастырамыз. Бұл бізде бөлінбеген электрондар. 6-ны 3 көбейткенде бізде 18 электрон шығады. Енді фосфор мұнда 3 ковалентті байланыс түсіп тұр. 3 ковалентті байланыста ол өзінің 5 валентті электронын 3-ін ғана жұмсады. Сонда фосфордың 2 электроны бөлінбеген. Мұнда міне көріп тұрмыз, октет ережесі сақталып тұр екен. 3 байланыс ол бізде 6 электрон, және 2 электрон 8 электрон. Яғни әр хлор атомы да сыртқы энергетикалық қабатын 8-ге дейін толтырды. Енді біздер формальды зарядты есептеуіміз қажет. Фосфорда 5 валенттік электроны бар, фосфор 3 байланыс түсіп тұр, және 2 электроны бөлінбеген. Сондықтан оның формальды заряды 0-ге тең. Хлордың 7 валенттік электроны бар, ол 1 байланыс түсіп тұр, және бөлінбеген электрон саны 6. Сондықтан хлордың формальды заряды да 0-ге тең. Осымен біз
фосфор 3 хлоридінің үлес формуласын құрдық. Келесі мысал, нитрат анионының үлес формуласын құруымыз керек. Бұл бөлшек бізде зарядталған, бұл нитрат анионы. Ең бірінші қадам бойынша біздер анықтауымыз керек, қай элементтің таңбасын молекуланың қаңқасының ортасына орналастырамыз. Мұнда сутек және фтор жоқ, сондықтан мұнда азот пен оттектің периодтық жүйедегі орнын анықтап, салыстырмалы электр терістік қай элементке төмен екенін анықтауымыз қажет. Азот және оттек екінші периодта орналасқан. Азот 15-ші топта, оттек 16-шы топта. Периодта сол жақтан оң жаққа қарай салыстырмалы электр терістіктің шамасы артады. Сондықтан оттектің электр терістігі жоғары болғандықтан біз молекуланың қаңқасына, ортасына азотты орналастырамыз. Мұнда шамалары келтірілген. Азоттың және оттектің көріп тұрмыз, азоттың электр терістігі төмен оттекке қарағанда, сондықтан молекуланың қаңқасының ортасында азот орналасады, ал айналасында оттектің атомдары. Енді октет ережесіне сәйкес жалпы электрон санын есептейміз. Азотта 8 электрон, оттекте де 8, бірақ оттек атом саны 3 болғандықтан жалпы электрон саны 24, 24-ке 8 қоссақ 32 электрондар шығады екен. Енді әр элементтің валенттік электрон санын есептеуіміз қажет. Бұл бөлшек бізде зарядталған, сондықтан теріс зарядқа біз 1 электронды қосамыз. Бірінші азоттың периодтық жүйедегі орнын анықтайық. Азот 15-ші топта тұр, немесе қысқа вариантты периодтық жүйеде 5 А топшыда оның 5 валенттік электроны бар екен. Оттек 16-ші топта тұр, сондықтан оның 6 валенттік электроны бар. Себебі қысқа вариантты периодтық жүйеде 6 А топшыда орналасады, сондықтан 6 валентті электрон. Қайталайын, азотта 5 валентті электрон, оттекте 6 валентті электрондар бар екен. Азотта 5, оттекте 6 электрон. Мұнда атом саны 3 болғандықтан 3-ті 6-ға көбейтеміз, және бұл бөлшек бізде теріс зарядталған, 1 зарядқа 1 электронды қосамыз. Сонда бізде жалпы валенттік электрон саны бізде 24 электрон. Келесі саты бойынша біздер байланыстырушы электрон санын табуымыз керек. Ол үшін біз жалпы электрон саны мен валенттік электрон саны арасындағы айырмасын табамыз. Ол 8 электрон болады. Байланыстар саны 4-теу, енді оларды біз орналастыруымыз қажет. Келесі сатыда біздер бөлінбеген электрон санын табу үшін біз валенттік электрон саны мен байланыстырушы электрон санының айырмасын табамыз. Ол бізде 16 электрон болып шығады. Сондықтан октет ережесіне сәйкес сол бөлінбеген электрондарды біздер октет ережесіне сай әр атом айналасына орналастырамыз. Бірінші мына байланыстан бастайық. Азот пен оттектің арасында мұнда бізде бір ғана байланыс. Октет ережесіне сай мұнда бізде 6 электрон орналастырдық. Келесі оттекте біздер октет ережесіне сай 4 электронды орналастырамыз. Оттекте де 6 электрон барын санағанда, мұнда 6, 12, 12-ге 4 қосамыз, 16 электрон. Азотты қарасақ, азот мұнда 4 байланысты түзіп тұр екен. Сондықтан ол октет ережесіне сәйкес, әр атом октет ережесіне сәйкес. Мұнда оттекте де мұнда 4 электрон, және мұнда да 8, мұна оттекте де 6, және мұнда 2, 8, мұна оттекте де 6, мұнда 2, 8 электрон. Енді біздер молекуланың құрамына кіретін әрбір атомның формальды зарядын есептеуіміз қажет. Азот. Азотта валенттік электрон саны 5, азот 4 байланыс түсіп тұр екен. Бөлінбеген электрон саны жоқ екен, сондықтан оның заряды +1. Формальды заряды +1. Келесі, қызыл түсті оттек. Қызыл түсті оттекте валенттік электрон саны 6, ол 2 ғана байланыс түсіп тұр екен, бөлінбеген электрон саны 4, сондықтан оның формальдық заряды 0-ге тең. Келесі оттек, көк түсті оттекте валенттік электрон саны 6, бір байланыс түсіп тұр, және бөлінбеген электрон саны да 6, сондықтан оның формальды заряды -1. Жасыл түсті оттек,
Valenttік электрон саны 6, ол бір ғана байланыс түзіп тұр екен, және 6 бөлінбеген электроны бар екен. Формальды заряды -1. Енді осы формальды зарядтарды нитрат анионының үлес құрылысына жазайық. Азотта формальды заряд +1. Мына екі оттек атомында -1. Ал үшінші оттек атомында формальды заряд 0. Оны біз көрсетпейміз. Енді формальды зарядтардың қосындысы бізге осы ионның зарядын беру қажет. Азоттікі +1, екі оттектікі -2. Осыдан анионның заряды бір минусқа сәйкес келеді. Оны біз үлес құрылымында былай көрсетеміз. Сонымен, балалар, бүгін біздер молекула құрылысы бар заттардың үлес формуласын құру ережелерімен таныстық. Келесі видеодан қалмаңыздар. Сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазуға болады. Бұл видео ұнаса, лайк батырмасын басуды ұмытпаңыз, және біздің каналымызға жазылыңыз. Келесі кездескенше